Айғайламайтын аналар. 3 бөлім. Тәртіптің кіреді әдістемесі. Дұрыс тілдесу, дұрыс әрекет жасау, дер кезінде түсіндіру. Дұрыс тілдесу қалай жүзеге асады? Анашым, менімен дұрыс сөйлесіңізші. Алдыңғы тарауларда атап өткенімдей, еш қайсымыз жаңа күніміз басталған кезде, бүгін баламды жақсылап тұрып ұрып алайын, ұрсайын, жанын шығарайын деп ниеттенбейміз. Өйткені еліне, нәсіліне, жасына, мәдени жағдайына қарамастан, әрбір ана баласын жақсы көреді. Әрі перзентінің жақсы адам болуы үшін қолынан келгеннің бәрін жасап бағады. Бұл сөзсіз мотивация. Өйткені біздің гормондарымыз, эмоцияларымыз, жүрегіміз және ақыл-ойымыз бізді мейірімді ана болуға бейсаналы түрде үндеп тұрады. Сондықтан да әр атқан таңды бүгін балама айғайламаймын, баламды ренжітпеймін, ұрып соқпаймын деген ішкі позитивті қалпымызбен қарсы аламыз. Дегенмен біз күннің соңына дейін баламызға айғайлап, психологиялық және физикалық қысым көрсетуіміз әбден мүмкін. Психологиялық ауытқуы бар аналар ғана баласына қиянат жасап, теріс қылықтар жасайды деп білеміз. Біз сияқты баласын онсыз да жақсы көретін, ұл қыздарының жақсы болуын қалайтын аналар балаларының эмоциялық немесе психологиялық проблемаларына себепші болуы мүмкін екенін ойлаудың өзі ауыр. Басымыздан мынадай оқиға өткен еді. Үлкен ұлым небәрі 3 жаста болғанда қонақ бөлмедегі жүгіру жолағында ойнап жүрген. Содан байқамастан қолы жылдамдық арттыру түймесіне тиіп кетті де, лента жылдам айнала бастады. Баламда өз тепе-теңдігін ұстай алмай, жерге құлады. Құлаған кезде лентаның шетіне қолы қысылып, бір қабат терісі сыпырылып кетті. Жанына жүгіріп келіп, қолын көрген кезінде, мен әлі аузымды ашпай жатып ақ, баламның өзіне ұрсады деп қорыққандай, еш нәрсе болған жоқ анашым, ауырып тұрған жоқ дегені менің төбемнен суық-суық құйып жібергендей әсер қалдырды. Себебі мен де дәл сіздер сияқты баламды жақсы көретінімді барынша білдіруге тырысатын, өзімнің ойымда мінсіз ана едім. Бірақ бұл оқиға кейде өз баламызды басып жаншып жатқанымызды өзіміз білмейтінімізді, баланың сол мезеттегі ауырғанына көңіл аудармай, керісінше айғайға салып, ашуланатындай әрекет ететінімізді көрсетті. Қысқасы, біз балаларымызды үркітіп, қорқытып өсіріп жатқанымызды сезбеуіміз де мүмкін. Біз, аналар, өзімізді рухани тұрғыда сау, махаббатқа толы, мейірімді, қамқор анамыз деп жүріп, баламызды жазалап, мазақ етіп, үркітіп, кінәлі сезіндіріп, айыптап, ұялтып, ыңғайсыз жағдайда қалуына себепші болып жатамыз. Бұл оқиғадан түсінгенім, бала зақым көрген жерінің ауырып тұрғанына емес, оған анасының ұрсатына қиналады екен. Осы айтылғандардың барлығын жасауымыздың себебі де бізді екінші факторға әкеліп тірейді. Осындай жағымсыз әрекеттерді балаларымызға өзіміз жасап қойып жатамыз. Өйткені сол айтылған сөздеріміздің баланың ішкі жан дүниесінде қаншалықты терең жара қалдыратынын білмейміз. Баламның қолымдағы жара ізі қалмады. Бірақ сол кезде мен, байқамайсың ба, ақымақ, сенде бір шаршаттың бар ғой, деп айтқан болсам, арада қаншама жыл өтсе де, жүрегінің түбінде қадалған инедей жараның ізін қалдырған болар едім. Бұл баланы ешкімге керексіз, өзін ебедейсіз, икемсіз, қолынан еш нәрсе келмейтін адам сезіндіретін, мәңгі өшпес жара. Ойланып қарасақ, ешбірімізде өз анамыздан мұндай сөздерді естігіміз келмейтіні анық. Ең қызығы да сол. Өзімізге жасалғанын қаламайтын бұл мәмілені ойланбастан балаларымызға да қолданамыз. Мұның себебі махаббат пен мейірімнің аздығы емес, көп жағдайда түсінігіміз бен біліміміздің таяздығы. Өйткені айғайламайтын ана болуымыз үшін инстинкті ана болудан тыс, дұрыс біліммен де сусындауымыз қажет. Шындығында баламызды сүю сезім, ал оған деген сүйіспеншілігімізді
қалай көрсететініміз ана болуды өнерге айналдыратын таным. Егер ана баласын өте қатты жақсы көргені үшін ойыншық дүкенінің алдынан әр өткен сайын ойыншық алып беретін болса, махаббатын дұрыс жеткізбеген болады. Себебі бұл әрекеті арқылы баласын қанағатсыз және тойымсыз етіп жібереді. Дәл осы ана баласы ойыншық үшін жылаған кезде бар махаббатымен құлыншағым, сен ойыншық алғың келіп тұр. Иә, түсінемін, бірақ бүгін ойыншық алатын күніміз емес, деп жай дауыспен айтар болса, міне, осы кезде махаббатын дұрыс әрекетпен ұштастырған болады. Мұны жасай алу үшін анасы сезімдерін қалай жеткізу керегін білуі, яғни баланың ішкі сезімдерін дұрыс мәліметтермен толықтыра білуі қажет. Дұрыс мәлімет бізді дұрыс мәмілеге жетелейді. Балаларымызбен қарым-қатынасымызды қуаттандыратын ең маңызды қадам айналадағы оқиғаларға қалай көзқарас танытатынымызда. Өйткені сол оқиға мезетінде қолданатын сөздер әңгімелесушіміздің бойында өзіне деген құрмет сезімін немесе түкке тұрғысыздық сезімін тудырады. Дисциплинаның ең маңызды құралы аузымыздан шығатын сөзіміз. Баламызға айтқан сөзіміз өзара тартыстың түрткісіне айналады, немесе арамыздағы байланысты күшейте түседі. Осы жағынан алып қарағанда, негізінде қалай сөйлесетінімізді бақылап отыру бізді, аналарды да дисциплинада ұстайтын әрекет болса керекті. Қанымыз басымызға шауып ашуланған кезімізде, жүйке жүйеміз сыр бергенде, аузымызға келгенін айта салмай, жүйке күйзелісі кезінде адамдық қадір қасиетімізді сақтай отырып, әңгімелесушіге байсалды түрде сөйлей білу ересек адамға тән бір қасиет. Балалар өздерімен тең деңгейде өзара сый құрмет қарым-қатынасында болатын, сөздеріне ден қойып, мейіріммен, жанашырлықпен тыңдайтын ересектермен эмоционалдық байланыс орнатады. Осындай қарым-қатынаста ғана балалар өздерінің маңызды әрі бағалы екендерін сезінеді. Бұл эмоционалдық байланыс балаға біздің сөзімізді байыппен қабылдауға және ескерткен тәртіп ережелерімізді сақтауға мүмкіндік береді. Асылында кез келген кісі ішкі махаббат байланысы бар адамдарды ренжіткісі келмейді. Сол себепті адамдар бейімделіп, бір-бірін бақытты етуге тырысады. Ал енді керісінше, кемсітіп, сынайтын, елемейтін, ұятқа қалдыратын, қорқытатын, айғайлап дауыс көтеретін адамдармен орнатқан қарым-қатынасымыз теріс эмоцияларға құрылған қарым-қатынас болып есептеледі. Бұлай жасалған қарым-қатынас реактивтілікке, агрессияға және бейімделмейтін мінез-құлыққа жол ашады. Балам көп ашуланады, мені мүлдем тыңдамайды дегеніміз негізінде ана ретінде баламен мейірім, махаббат байланысын құра алмай жатырмын дегенді білдіреді. Себебі екі жақты бір-біріне байлап тұрған нәрсе нашарлаған сайын ананың балаға сөзі өтпейтін болады. Яғни баланың алдында беделі түсе бастайды. Ал ықпалы әлсіреген сайын ана тарапынан балаға күш көрсету көбейе түседі. Күш қолдану көбейген сайын анасы мен баласы арасындағы байланыс одан әрі нашарлап, үзілуге дейін барады. Сол себепті жиі-жиі қолданатын кей сөздеріміз бен әрекеттерімізге мән беруіміз қажет. Жайсыз көңіл күйдің орнына позитивті байланыс орнатуға тырысу өте маңызды фактор. Баламызға нені қалай жеткіземіз? Тиімді және дұрыс қарым-қатынаста біз назар аударатын белгілі бір қадамдар мен заңдылықтар бар. Бұл қадамдарымызды байқап басқан кезімізде ана мен бала арасындағы құрмет және адамгершілікке толы қатынас қайта гүлдей бастайды. Төмендегідей тармақтарға бөле отырып қарастыратын боламыз. Бірінші, үлкен адамға қолданбайтын сөздің ешбірін балаңызға айтпаңыз. Иә, бұл дұрыс қарым-қатынастың алғашқы қадамы және ең қиыны. Өйткені біз аналар балаларымызды көп жағдайда адам қатарына қоспай жатамыз. Бұл бәрібір түсінбейді ғой, ренжімейді деп оның ой пікірін маңызды санамаймыз. Немесе біздің әрекеттеріміз кем дегенде солай ойлайтынымызды көрсетеді.
Алайда балалар сіздің әрекетіңіздің барлығын түсінеді, ұялады, ренжиді, көңілдеріне алып қалады. Сондықтан да үлкен адамға еш уақытта айтпайтын сөздерді балаға да ешқашан айтпауымыз керек. Мысалы, есікті жапсаңшы, үңгірде тудың ба? Бар да, жылдам жу анау кір қожалақ қолдарыңды. Ең болмаса бір күн тамақты төгіп шашпай, адам сияқты жеші. Басыңды салбыратпай маған қара, әйтпесе таяқ жейсің. Жоғарыда келтірілген сөздер сыйластық және мейірім деген ұғымдардан өте алыс. Бұл сөздер асылында жолдастарымызға, достарымызға, көршілерімізге, бастығымызға ұят болады деп ешқашан айтпайтын сөздеріміз. Ал енді бұл сөздерді балаларымызға айтуымыздың себебі сөзімізге құлақ аспай бізді құрметтемей кетеді деп ойлауымызда. Балаларымызды үстінен басып жаншып отырсақ, бізді үнемі сыйлап тұрады деп қате ойлауымызда. Бейсаналы түрде бауыр ет балаларымызды бейтаныс ел жұртқа көрсететін құрметке лайық емес деп есептеуімізде. Екінші, ересектерге көтермейтін дауыс екпінін балаңызға да көтермеңіз. Мимикаларымыз бен дауыс екпініміз айтқан сөзімізден де әсерлі және маңызды. Яғни айтып жатқан сөзіміз маңызды болмаса да, мимикаларымыз, көзімізбен ішіп-жеп қоюымыз, көзімізді төңкеріп айналдырып, безірейіп, жақтырмаған емеурін танытуымыз арқылы қатты қысым көрсетуіміз әбден мүмкін. Ал енді оған дауыс тоны қосылса, не боларын елестетіп көріңіз. Бұл нәрсені үлкендерге жасамаймыз. Себебі олай жасайтын болсақ, көп жағдайда дәл сондай жауап алатынымыз белгілі. Солай болмауы үшін ашуланып тұрсақ та, ересектермен даусымызды бәсеңдетіп, қабағымызды шытпай, мейірімді түрде қарым-қатынас құрамыз. Жан-жағымызға көз салар болсақ, саябақта ойнап жүрген баласына ойын уақытының біткенін айту үшін «Жүр болды, үйге қайтайық» дейтін ананың үнінен ашуды оңай-ақ аңғарамыз. Кейде тіпті баламызға «ештеңе етпейді» деген сөздің өзін әлем төңкеріліп жерге түскендей қатты жеткіземіз. «Стақан сынса да ештеңе етпейді балам, ең бастысы басың аман, денің сау болсыншы, еш уайымдама дедім ғой» деген әдемі сөздерімізге стресс қосып, үлкейтіп жібереміз. Үшінші, намысына тию, ұялту, ақыл айту. Жаңадан келін болып түстіңіз және алғаш рет жолдасыңызға ас әзірлеп жатырсыз делік. Қатты толқып тұрсыз. Интернеттен қарап, әйтеуір дайындап шықтыңыз. Бар шын ниетіңізбен жолдасыңыздың алдына қойдыңыз. Тамақтан бір қасық ішер-ішпес жолдасыңыздың түрі бұзылып, сізге былай деді: «Ей, сен сияқты екемсіз, олақ әйел көрмедім мен. Осында тамақ деп тұрсың ба?» Намысына тию. «Түфу, құсып жібере жаздадым ғой, не тамақ мынау?» Сұмдық, әдейі осылай істеп, мазақ қылып тұрған жоқсың ба? Ұялту. Тамақ дұрыс жасай алмадым деп көңіл күйің түспесін. Барлық нәрсені мінсіз жасауға тиіс емессің ғой. Анам өзі үйретеді саған. Ақыл айту. Күні бойы барыңызды салып тырыстыңыз. Осы айтылған пікірлердің қайсысы сізге ұнады? Еңбегіңіздің еленбей қалуы ма, әлде күні бойы жасалған еңбектің нәтижесіне қарай ғана айтылған пікірлер ме? Болмаса осы пікірлердің әр қайсысы адами қарым-қатынас ережелеріне мүлдем сәйкес келмейтіні ме? Әлде жүрек ауыртарлық болғаны ма? Тағы да бір мысал келтіре кетсек, жұмыс бабымен басқа бір қалаға баратын болдыңыз. Әрі сол қалада тұратын туысқаныңыздың үйінде қаласыз делік. Үйге келдіңіз, есік қақтыңыз. Туысыңыз есікті ашты да «Қош келдің» дегеннен кейін: «Ойбу, мына күртешеңді кигенің не? Дала өте суық қой, қалыңырақ киінсең еді» деді. Аяқ киіміңізді шешіп жатқан кезде: «Біз ол жерге шешпейміз, мына жаққа шешуің керек еді» деді. Сіз енді ішке кіре берейін деп жатқан кезде: «Аяқ киіміңді жинап қоюды ұмытпа, ханшайым қыз» деді. Қол жуып, жуынатын бөлмеден шығар-шықпастан: «Раковинаны тазалап шық, сосын жарықты сөндіруді ұмытпа» дейді. Тамаққа отырдыңыздар. «Сен үшін көкөніс бұқтырмасын пісірдім» дейді де шамадан тыс салып береді. Ал сіз көкөніс бұқтырмасын мүлде жемейтін адамсыз.
Алдыңызға ұсынылған асты жей алмай тұрсаңыз да, ұят болмасын енді деп, бір-екі қасық жедіңіз. Туысқаныңыз, әй, жаманнан жарта қасық қалады, жеп қой енді, нан таппай отырған адам қаншама, ал сен тамақ таңдап отырсың, деп, шаншқы қасық ұстауыңызға, қол созып нан алғаныңызға дейін көз алмай, қарап отырса, өзіңізді қалай сезінесіз? Дәл осы сияқты бақылауда болуды, сізді сынап мінеуді, отырсаң опақ, тұрсаң сопақ деп қарайтын қарым-қатынасты қалайтын бедіңіз? Әлде төтесінен былай сұрайыншы. Екінші рет ол туысыңыздың үйіне барар медіңіз? Әлбетте, бармас едіңіз. Солай ғой. Асылында балаларымыздың бізден күтетін нәрсесі, ересек адамдардың да бізден күтетін нәрселерімен бірдей. Яғни өзін ешкімнің ренжітпей, ұрыспай, бітім болмысына, жаратылысына ауыр сөздер айтпай, икемсіз олақ сезіндірмей қарым-қатынас жасауы. Бұл нәрсені қарапайым тілмен айтар болсақ, түсіністікпен қарау деп айтамыз. Шала піскен асты жолдасымыздың алдына қойғанда, тамақтан бір қасық жеп көрген ол, беті басын тыжырайтпай, сынап мінеместен, қолың дерт көрмесін жаным. Күні бой мен үшін тырысып, маған алғашқы тамағыңды әзірледің ғой, деп айтуы бізге түсіністікпен қарауы деген сөз. Ендігі жолы тамақтың тұзын сәл аздау салу керегі. Еттің сорпасымен одан да дәмдірек болатыны кейінірек талқыланатын әңгіме. Баламызға айғайламасақ, қалай тәрбиелейміз? Айғайлау аналық өмірімізде кез келген бір мәселені шешу стратегиясына айналғанда, яғни әр көңіл күйіміз бұзылғанда, баламызды басқарғымыз келгенде айқайға басатын болсақ, онда балаларымызға барлығын бақылауда ұстағың келсе, айғайла дегенді айтқан боламыз. Және осылайша перзентімізге зорлық-зомбылық үйреткен боламыз. Ата-ананың зорлық-зомбылық әрекеті тәртіп деп есептелсе, баласының басқа балаларға жасалған зорлық-зомбылық әрекеті тетелерге тән қалыпты жағдай деп аталса да, зорлық-зомбылық жасап жатқан адам бәрібір тура мағынасында қысым, қиянат жасаушы болып табылады. Сол себепті айғайлаудың орнына не істеуге болатынын ойлану керек. Баламызға үлгі өнеге ретінде көрсетіп жатқан қарым-қатынасымыз өте маңызды. Айғайлап дауыс көтеру бір мезетте аналардың бойынан жойылып кете салатын әдет емес. Ұрысқақ анадан байсалды анаға ауысу уақыты үлкен еңбек пен қажырлылықты талап етеді. Бұл жағдайда балаларымызбен қарым-қатынасымызды нығайту үшін, әрі оларды ойын ойнап жатқандай команданың бір бөлігі ретінде сезіндіру үшін, алдын ала келісіп алған жұмсақ ескерту сөзінің пайдасы өте зор. Баламызға мен бұдан бұлай ұрыспайтын, ұрмайтын ана болғым келеді. Ол үшін маған сенің көмегің қажет деп айтып алып, өзімізді ұстай алмай, дауысымыз қаттырақ шыға бастаған кезімізде өзімізді тоқтатуымыз үшін айтатын кіл сөздер белгілеп алсақ болады. Баламыз екеуміздің арамыздағы жеке кіл сөз, құпия сөз ретінде қас-қабағын қимылдату, құлағын жабу сияқты әрекеттерді қолдансақ болады. Немесе қызыл ашу, махаббат айқай сияқты өзара келісілген бір ауыз кілт сөз болса да белгілеп алу керек. Ал үлкен жастағы бала бірден «Анашым, айғайламаңызшы, бәрі дұрыс па? Келіспедік қой», деп айтса да болады. Балаларымыз бізге осы құпия сөзді немесе сөйлемді айтқан кезде сабырға келіп, терең тыныстауымыз керек. Балаларымызға «Мені ашудан тежеп, тоқтатқаның үшін рахмет. Қатты ашуға булығып кетіппін. Негізі бұлай айғайламауым керек» деп айтсақ болады. Осылайша баламызбен байланысымызды үзбей, ашу-ызамызды жеңіп, ашық жеткізген боламыз. Ашуланғанымызды білдіру үшін міндетті түрде айғайлаудың керегі жоқ қой. Онсыз да қатулы түрімізден ашуланып тұрғанымыз балаға жеткілікті түрде сезіледі. Осындай жағдайларда балам негізі дұрыс жасамады, ұрысқаным дұрыс болды деген сияқты сылтаулар ойымызға келетін болса, өзімізге алдымен мынаны сыбырлағанымыз жөн. Адамдар әлбетте қателеседі, ал қателіктер талқыланады да белгілі бір нәтиже шығады. Керек болса, қатесінің өтеуін де жасайды. Ал айқай балаға
мәңгі өшпес із салып кетуі мүмкін. Сол себепті адамды еш уақытта айғайлап кемсітуге болмайды. Ал енді ол адам кішкентай бала болса, тіпті де олай жасауға болмайды. Баламызға бұзықтық жасама демесек қалай жеткіземіз? Көптеген білім беру стратегиялар мен педагогика кітаптары не істеуге болмайды негізінде құрастырылғандықтан, ата-аналар көбінесе балаларымызға өзіміз қалаған нәрсені емес, не істемеу керек тәрбиесін таңдап жатамыз. Бауырыңа тиіспе, киімдеріңді шашпа, суды жан-жаққа шашыратпа, ойыншықтарыңды лақтырма, шулама, қимылдама, диванда секірме сияқты тағы басқа мыңдаған тіркес ата-ана мен бала арасындағы дисциплинасыз қарым-қатынастың іргетасын қалайды. Өйткені балаларымызға олай істеме деген кезімізде адам миы бейсаналы түрде ме жалғауын қабылдамайды. Керісінше, істе деген түбірге ғана ақыл есі шоғырланып, ол әрекеттерді одан әрі жасай бастайды екен. Біз жасама дейміз, балалар жасай береді екен. Егер баламыздан не күтіп, не қалайтынымызды ашық айтар болсақ, баламыздың сөзімізді тыңдау ықтималдылығы арта түседі. Мысалы, диванға секірме емес, диван отыру үшін арналған. Бауырыңа тиісе берме дегеннің орнына, ашуланып тұрсаң, жастықты төмпеште. Пультті жерге лақтырма емес, ойыншық пультті жерге лақтыруға болады деп айтуымыз әлде қайда дұрысырақ. Балалар ғана емес, тіпті кей үлкен адамдардың өзі өмірде оң солын кеш танып жатады. Баламызға бұйырып сөйлеудің орнына не істейміз? Әмір беру, бұйыру мен бойсынушы арасында қалыптасатын деспоттық негативті қарым-қатынас түрі. Ал адам рухы азат болып жаратылған. Өзіне көрсетілген басынуды сезеді, әрі бір ауыз сөз айтып болса да қорғану рефлексін көрсетеді. Аналар балаларына бұйрық берген кезде балалардың қырсығуы, қарсыласуы, естімегендей түр танытуы, немесе бұйрықты қабылдаған күннің өзінде бір нәрсе деп барып жасауының себебі осы. Баламызға бір нәрсе айтатын кезде бұйрық берудің орнына мынадай әдістер қолдануға болады. Балам, бірге жасаймыз ба? Қалай? Деп сұрау, осыдан кейін мынаны жасаймыз деп жөн көрсету, немесе ал енді мынадай нәрсе жасайтын уақытымыз деп айту арқылы баламыздың бізге қырсықпауына, керісінше барлығын жасау үшін жанын салып тырысуына жол ашамыз. Мысалы, аулада ойнап үйге келген баламызға бар, жүгір, жу анау кір-кір қолыңды деп емес, қанеки балам, қолымызды жуайық, я? Деп айту ақылды адамдарға тән. Сосын алдын ала еш нәрсе деп ескертпестен, өз-өзіңізден ашуланып келіп, болды, өшір мына теледидарды, ұйықтайтын уақытың болды ғой, көріп тұрған жоқсың ба? Деп айғайламай, ашуыңызды басып, жай ғана 5 минуттан соң теледидарды өшіреміз, сосын ұйықтаймыз деп айту 5 минуттан соң болатын істерге баламыздың өз-өзін дайындауына көмектеседі. Бұл жерде мына нәрсені білу маңызды. Мектеп алды даярлық деп айтатын 0-6 жас арасындағы балаға қолданылатын тіл өтініш тілі болмауға тиіс. Яғни баламыздың жасауы керек мәжбүрлі әрекеттеріне мынаны жасайсың ба? Деп өтініш айту дұрыс емес. Себебі 0-6 жас аралығындағы баланың сол жақ жарты миы, яғни логикасы әлі қосылмаған болады. Сол себепті де 0-6 жас аралығындағы баламыздың эмоциялық шешімдері логикаға сыйымсыз, көп жағдайда бір сәттік қызығушылыққа байланысты болады. Егер біз 0-6 жас аралығындағы баламызға дәріңді ішесің бе? Деп айтар болсақ, бала міндетті түрде жоқ дейді. Дәріні ішіп-ішпеу бала шешетін нәрсе емес. Бұл жастағы баланың дәрі ішуі анасының бақылауында болуға тиіс. Сондықтан да бұл жас аралығындағы балаларға ережелер мен маңызды нәрселерді жеткізу барысында дәрі ішетін уақыт, ойыншықтарды жинау уақыты сияқты жөн көрсету
дұрысырақ болады. Баламызға ескерту айтпай, қалай тәрбиелейміз? Балалар өмірдің жаңа саяхатшылары. Олар әлі тәжірибесіз. Үлкендер секілді қауіп-қатерді алдын ала болжай алмайтындықтан, біз, аналар, ойбай, байқа, құлап қаласың, бір жеріңді ауыртып аласың деймін, байқашы, деп ескерту айтудан тынбаймыз. Дегенмен балаға сақ бол деп айту, қалай сақ болу керегін үйретпейді. Әрі, сен осы жолы да дұрыс жасамайсың деген сигнал береді. Және баламыздың өзіне деген сенімділігін жоғалта бастайды. Сол себептен де уақыт өте келе, баламыз, болды қойыңызшы, өзім білемін, деп қарсы шыға бастайды. Әлбетте, аналардың байқа деген ескертуі баламызды қорғау рефлексінен пайда болары сөзсіз. Дегенмен бұл рефлексті дұрыс сөздер қолдану арқылы өмірге енгізу одан да тиімдірек болады. Баламыз кішкентай болса, оған байқа, құлайсың деп емес, сатыдан түсір кезде жайлап түс, жандағы тіреуіштен ұста деп түсіндірген дұрыс. Ал одан үлкенірек балалар ақыл тыңдағанға қарағанда өздері ақыл айтуды ұнатады. Олармен сөйлесу барысында сен атаңның үйіне велосипедіңмен бара жатқан кезде көліктерден сақ болу үшін не істейсің? Сияқты пікір алмасу сөйлемдермен дұрыс жауабын баланың өзі айтуына жол ашуымызға болады. Осылайша, әрі өзіміздің ішіміздегі уайымды сейілтіп, әрі баламыз жауап беру барысында не жасау керегін есіне салған боламыз. Баламызды өзгемен салыстырмай, қалай тәрбиелейміз? Біз, аналар, балаларымызды жігерлендіріп, ынтасын арттырамыз деп ойлап, баламызды бір істі өзінен де жақсырақ жасайтын, орындайтын балалармен салыстырып жатамыз. Әлі күн сайын бөлмесін жинайды екен. Сенің бөлмең болса, өмірі шашылып жатады. Деп айтқан кезімізде негізінде анаң ретінде бөлмеңнің жинаулы болуын қалаймын деп қана айтқымыз келеді. Бірақ өкінішке қарай, осы қарапайым нәрсенің өзін қате жеткіземіз. Салыстыру жүрекке жара салатын әрекет. Себебі әрбір адам қайталанбайтын тұлға. Және ол басқаларда бар ерекшеліктерге ие болуы керек деген шарт жоқ. Ешқандай ана баласынан Әлидің анасы мүлдем ұрыспайды екен. Әттең, сіз де сондай болғаныңызда ғой, деген сияқты сөз естігісі келмейді. Бала да мұндай салыстыру сөздерін естуге тиіс емес. Салыстыруға ұшыраған балалар тамырын тереңге жаятын, өз-өзін қабылдамау дертіне душар болады. Балаға салыстыру арқылы үйреткенше, мүлдем үйретпей-ақ қойған жақсырақ екеніне кепілдік береміз. Себебі анасы мақтаған адам секілді боламын деген бала өз болмысын кемістік деп санайтын адам шошырлық жағдайға тап болуы мүмкін. Баламыздан не қаласақ, соны тура айтуымыз жеткілікті болса керек. Оның бөлмесі сондай таза. Досың осылай істепті, оның бағалары жақсы екен. Сияқты сөйлемдер қолданғанша, бөлмеңді жинағаныңды қалаймын. Сабақтарыңды бұдан да жақсырақ оқуың қажет. Саған көмектескенімді қалайсың ба? Деген сияқты сөйлемдер дұрысырақ әрі нәтижелі болады. Екінші, дұрыс әрекет қалай жасалады? Анашым, маған мейіріммен қарашы. Доцент Маршаль Розенбергтің анашым маған жақсы көретін адам ретінде көңіл бөл сөзі қысым көрсетусіз қарым-қатынас техникаларының негізгісі. Атана баласына қатты ашуланып, ренжіп тұрса да, оны жақсы көреді. Ендігі мәселе, эмоциямыз қандай болса да, сол эмоцияны баламызға жеткізу барысында жақсы көретінімізді көрсетіп, әрекет жасау. Адам жақсы көретін адамын ренжітіп, көңілін қалдырып, психологиясын бұзғысы келмейді. Дұрыс әрекетіміздің алғашқы қадамы алдымызда тұрған баламыздың жақсы көретін адамымыз екенін саналы түрде түсінуіміз керек. Балаңызға қарсыласпаңыз, әрекетіне қарсыласыңыз. Ашулы кезімізде көбіне баланың болмысына тіл тигізіп жатамыз. Бөлмесін жинамаған балаға, өй салақ, сен сияқты айналасын шашып қойып отыра беретін бала көрмедім мен, деп айту баланың бөлмесін жинамағанына емес, жеке басына айтылған сөйлем болады. Мұндай шабуыл баламыздың
өзіне деген құрметін құртады. Сөз қайтару немесе өзін-өзі қорғау рефлексі қосылады. Баламыздың төбесінен жай түскенде әсер беретін ұрыстың орнына қолдануға болатын сөйлемдер де бар. Қазір ойыншық жинау уақыты. 5 минутқа таймер қоямын. Егер ойыншықтарың жиналмай қалса, оларды жақсы көрмейсің деп санайтын боламыз. Бөлмеңді жинамағансың, соған ашуланып отырмын. Бөлмеңді жинамасаң, жоғалтқан заттарыңды таба алмайсың. Ойыншықтарыңды жинамасаң, байқаусызда басып кетіп, сындырып қоюымыз мүмкін. Бұл сөйлемдердің ең маңызды ерекшелігі үкім мен кінә тағу жоқ. Балаға жалқаусың, салақсың, кір қожалақ баласың дегенде мағыналары жоқ. Бұл сөйлемдерде ең маңыздысы баланы жаман сезіндіретін емеурін де білінбейді. Тек бөлмесін жинамағанына назар аудартады. Өйткені балаға жалқаусың, салақсың деген мағынадағы сөздерді айту оған жинақы болуды үйретпейді. Уақыт өте келе бала расында да сіздің айтқаныңыздай бола бастайды. Әрекетіне емес, ниетіне мән беріңіз. Жасөспірім шағына дейінгі балалардың әрекеттері қаншалықты бұзық болып көрінсе де, ниеті таза. Бірнеше жыл бұрын кішкентай ұлыммен әкесінің жұмыс орнына барған болатынбыз. Ұлымды қалдырып кететін ешкім болмады. Жолдасымның жұмыс орнында жиналыс өтіп жатқан болатын. Ойын баласы тыныш отырушы еді. Біраз уақыттан кейін ойыншықтарынан жалыға бастады. Әкесінің марапаттары қаз-қатар тізіліп тұрған шкафтың қасында ойнай бастады. Біз байқамай тұрғанда үлкен шкаф құлады да марапаттар мен кітаптар шашылып, бөлменің астан кестені шықты. Бөлменің шашылып жатқанын көрген кезде жолдасым, «Мынау не? Барлық жерді шашып тастапсың», деді. Ал ұлым әдейі жасамаған еді. Тіпті шаштым деп те ойлап тұрған жоқ. Оның ниеті жаңа көрген ортасын тану және ойын ойнау еді. Балаларымыздың әрекеттерінен олардың кіршіксіз ниетін көргенде ашуымыз тарқап, жіби түсеміз. Неге? Себебі сен шаштың деген кезімізде мен жинаған едім. Сен маған қырсығып істедің. Сөзінің астары жатады. Болып жатқан оқиғаға байсалдылықпен өзі соған алданып ойнап отырсыншы деп айтар болсақ, баланың ойнап жүргені үшін оған рахмет айтқан болар едік. Себебі ойын баланы жан-жақты дамытушы керемет құрал. Жеке уақыт бөліңіз. Әдетте балалардың анасымен бір бөлек, әкесімен бір бөлек өткізгісі келетін уақыттары болады. Бұндай қатынас өзара сенім мен байланысты нығайту үшін өте маңызды. Ал бұл әрекет дисциплинаның негізі. Алайда қазіргі ата-аналар балаларын тұрғанда қалайша жеке уақыт өткіземін, менің 3 балам бар, емес пе? деп жиі айтып жатады. Көп балалы аналардың перзенттерімен бірге қалай уақыт өткізуді жоспарлауы әлде қайда қызық. Алайда олар балалар емес, жеке тұлғалар. Анда-санда уақыттарын бірге өткізсе де, балалардың әр қайсысы күнделікті аналармен жеке-жеке уақыт өткізгілері де келеді. Зерттеулер көрсеткендей, күн сайын баласымен 15 минут оңаша уақыт өткізетін аналардың сөздері өтімдірек, әрі балалармен ішкі рухани байланыстары да берік, балалары да бақытты. Сондықтан ең болмаса, күніне 15 минут жеке уақыт балалардың тамағы мен ұйқысындай өте маңызды фактор. Ойын ойнаңыздар. Баланың тілі ойын. Гарри Лендрит бала мен ойын бір-бірінен ажырамас тұтас ұғым екенін былай түсіндіреді. Құстар ұшады, балықтар жүзеді, ал балалар ойын ойнайды. Яғни балалардың ойын ойнауы құстардың ұшуы мен балықтардың жүзуі сияқты өте маңызды құбылыс. Балалардың дамуы мен денсаулығы үшін ойын ең үлкен қажеттілік. Ананың баласымен қарым-қатынас құруының ең төте жолы ойын ойнау. Тақырыбымыз тәртіп пен тәрбиеге келіп тірелгенде ойынның мән маңызын тағы да түсіне түсеміз. Дисциплина балаға бір нәрсені үйрету, яғни сезімдері мен әрекеттерін бақылай алуына көмектесу, өзіне өзі толыққанды бала екенін сезіндіру. Осының бәрі
бала бойына ойын арқылы сіңеді. Ата-аналар балалармен мүмкіндігінше үнемі бірге ойнаса, перзентінің қоғамға сіңіп, өз орнын оңай тауып кетуіне септігін тигізеді. Баланың сөйлеу қабілеті дамиды, өзіне деген сенімділігі артады. Анасымен байланысы күшейе түседі. Бала бойында қандай да бір мәселелерді шешу, байсалдылық таныту, жеңімпаз болу секілді қабілеттері дами түседі. Осылайша әдетте ата-аналардың мың айтып түсіндіріп, қиналып үйрететін ұғымдары бір ойын барысында көңілді атмосферада отырып, практикада жүзеге асқан болады. Құшақтасыңыздар. Құшақтасу оңай әрі жеңіл әрекет сияқты көрінсе де, адам психологиясына өлшеусіз әсері бар керемет құбылыс. Құшақтасудың алғашқы әсері денеде окситоциннің бөлінуіне себеп болуында. Окситоциннің адам бойына көптеген жақсы әсері бар. Соның бірі бауыр басу гормоны. Ана босанып, перзентін қолына алып емізгенде және баласымен құшақтасқанда осы окситоцин бөлінеді. Бұл гормонның бөлінуімен бала да, ана да тынышталады және өзара байланысы күшейе түседі. Бұл таңғажайып гормонның тағы бір пайдасы иммунитетті нығайтып, адамның денсаулығын жақсартатын қасиеті. Адам қаншалықты көп құшақтасса, соншалықты денсаулығы да жақсы болады. Баланы құшақтау оның физиологиялық саулығын қорғайды. Окситоциннің тағы бір пайдасы ауруды басатын әсері бар. Бұл гормон баланың рухани жараларына және физикалық ауруларына табиғи дәрі сияқты әсер етеді. Бір жеріміз ауырып, сол жерді уқалағанымызда окситоцин гормонының бөлінетінін көрсетеді. Сол сияқты психологиялық тұрғыдан жараланған кезімізде де жақсы көретін адамымызды құшақтау арқылы окситоциннің ауруды басатыны дәлелденген. Жетістік пен жеңіске жетелейтін ана болыңыз. Үнемі айтылған сын, салыстыру, ескерту, ақыл айту қаншалықты адамның ұнжырғасын түсіретін болса, үнемі мақтау, жігерлендіру баланы соншалықты алға сүйреп дамытады. Сенің қолыңнан келеді, балам. Осылай жасағаның дұрыс. Байқағаным, бүгін кешегіден де жақсы жасап жатырсың. Талпынысың өте жақсы. Мен саған сенемін. Сияқты сөйлемдер баламызды жасай алмай жатқан нәрселеріне емес, жасап жатқандарына бағыттайды. Осылайша ми шешімге қарай шоғырлана бастайды. Мәселелерді емес, оның шешу жолдарын бірден көретін болады. Сылтау емес, тығырықтан шығатын жол табады. Таңдау беріңіз. Балаға таңдау беру, оның өз өміріне жауапкершілік алуына және өз шешімінің нәтижесін көруіне мүмкіндік береді. Алайда таңдаудың дұрыс ұсынылуы ана мен бала қарым-қатынасында өте маңызды. Таңдаулары шексіз болмасын. Шешімді балаға қалдыру маңызды. Бірақ шексіз таңдау құқығы берілген орталарда демократия емес, анархия болады. Сол себепті баладан таңғы не жегің келеді деп сұраудың орнына омлет жейсің бе, әлде дәмді ботқа ма деп сұрау баланың да, ананың да жұмысын жеңілдетеді. Таңдауды шектеңіз. Әсіресе баланың кішкентай кезінде екі нұсқадан артық таңдау ұсыну баламыздың миын ашытуы мүмкін. Яғни, мына белдемшеңді кигің келе ме, болмаса мына көйлегіңді ме деп екі нұсқа арасында таңдау хақы беру маңыздырақ. Сондай-ақ дүкендерде не алатынның алдын ала белгілі болуы баланың таңдауына және ол жерден көңілі толып, бақытты болып шығуына септігін тигізеді. Жасауы міндетті болса, таңдау ұсынбаңыз. Өмірде кейбір істерді мәжбүрлі түрде істеуге тиіс болып жатамыз. Мектепке бару, дәрі ішу, екпе салғызу сияқты жағдайлар сол уақытта бізге ауыр болса да жасауға тиістіміз. Осындай жағдайларда баламыздың өз еркіне беріп тұрғандай, дәріңді қазір ішесің бе, біраздан кейін бе деген сияқты сұрақ қою дұрыс емес. Оның орнына қазір дәрі ішетін уақыт деп дәріні берген дұрыс. Таңдауының нәтижесін бақылау. Егер балаңызға доппен үйде ойнауға болмайды, доп ойнағың келсе, аулаға шық. Егер үйде болғың келсе, басқа ойыншықтарыңмен ойнайсың.
деген таңдау ұсынған болсақ, ал баламыз үйде қалуды таңдаса, онда доп ойнауға рұқсат бермеуіміз керек. Егер үйде ойнаймын десең, доп менде болады деп басқа ойыншықтармен ойнауын айту дұрыс болады. Рөл ауыстырып ойнап көріңіз. Өзіңізге балаңыздың көзімен қарап көргіңіз келе ме? Олай болса, біраз уақытқа ол ата-ана болып, ал сіз бала бола тұрыңыз. Сіз балаңыз сияқты болуға тырысыңыз. Балаңыз сізді қалай сипаттап көрсететініне мән беріңіз. Ашулана ма, айғайлай ма, ұра ма, жымия ма, әлде қатал көзбен қарай ма? Жалпы баланың қалай әрекет ететініне назар салыңыз. Бұл әдіс балаларымыздың ой санасындағы ата-ана бейнесін көруімізге көмектеседі. Әрі ересектерге бала болудың не екенін естеріне түсіреді. Нақты әрі қысқа сөйлесіңіз. Әдетте балаға ақылды бол деп айтуымызда нақтылық жоқ. Не істесе ақылды болатынын бала анық түсінбейді. Себебі ақылды болудың анықтамасы әркімде әртүрлі мағынаға ие. Баламызға ақылды бол деудің орнына, қазір көршінің үйіне барамыз. Белгілі бір уақыт сол үйде боламыз. Сол кезде қасымда отырғаныңды қалаймын деп айтсақ, нақты не қалап тұрғанымызды дұрыс жеткізген болар едік. Сондай-ақ баламызға ұзын сонар, қарашы, бөлмең шашылып жатыр, бөлмеңді бұлай шашпа деп айттым ғой, салақсың ғой салақ. Мына ойыншықтарыңның барлығын қоқысқа тастай салайын ба? Көресің сосын, деп бұрқылдап ұрыса берудің орнына дауыс екпінін сәл түсіріп, сәл көтеріп, балам, ойыншықтарыңның барлығын қорабыңа сал. 5 минут уақытың бар, таймер қостым, деп айту өтімдірек. Сыртқа шығыңыздар. Зерттеулерге қарайтын болсақ, балаларымыздың өсіп жетіліп дамуы үшін ең дұрыс жер табиғат аясы. Яғни ағаштар мен гүлдердің, жан-жануарлардың көп шоғырланған жерлері бала дамуына өлшеусіз әсер етеді. Өзі топырақ пен судан жаратылған адамзат баласы суға қолын салып, топырақты алақанымен сипау арқылы болмысындағы ерекшеліктерін ұғынады. Стресстен оқшауланып, сезімдері әрқилы эмоциялармен толысады. Сол себепті қалада тұрсақ та, балаларымызды мүмкіндігінше табиғат аясына алып шығып, күнделікті таза ауаға шығарып жүру өте маңызды. Кейде аналар балаларына суық тигізіп алудан қорқып, күз-қыс айларында үйден шықпай отыруды қалайды. Алайда зерттеулер үйден шықпайтын балалардың аурушаң келетінін дәлелдеген. Балаларымызды жыл мезгілі мен ауа райына сәйкес киіндіріп, жаз демей, қыс демей, күнделікті таза ауаға шығуына жағдай жасау керек. Үйдің де ауасын жиі тазартып тұру баланың денсаулығы үшін өте маңызды. Сыртқа шығуды кейінге қалдырмайық, себебі аулаға шығу баланың дамуына әлде қайда пайдалырақ. Баламызда стресс пен уайым азаяды. Бала бойындағы мұқияттылық, тиянақтылық, тәжірибе жинақтау секілді маңызды қасиеттер дамиды. Көп аурудан қорғайды. Тепе-теңдік сақтау, моторикалық даму қасиеттері, дос бола білу, ойын ойнау, ережелерге сай ойын ойнау сияқты қасиеттер қоғамдық орталарда өзін-өзі ұстауды үйретеді. Және әрқилы қабілеттерінің шыңдалуына жол ашады. Өзара келісіңіздер. Баланың дұрыс дамуы үшін рұқсат етіле бермейтін, алайда бала жақсы көретін, әрқашан істегісі келіп тұратын өтпелі әдеттері болады. Бұлар айқай-шу шығатын тақырыптарға себеп болады. Бұндай жағдайларда алдын ала орнатылған ережелер үйдегі тыныштықты сақтайды. Мысалы, балалар компьютер ойындарын жақсы көреді. Қой демесеңіз, күні бойы ойнап отыра бергілері келеді. Алайда бұл денсаулықтарына зиян болғандықтан алдын алу қажет. Бала ойын ойнап, мультфильм көріп отырған кезде атып шығып, болды, жетеді, қанша сағат болды көріп отырғаныңа, қолыңдағы телефоныңды таста, әйтпесе қоқысқа лақтырып жіберемін, деп айту баланы да, ананы да қатты шаршатады. Өйткені бала тарапына кеткен реакция қарама-қарсы реакцияға да себеп болады. Анасы ашулы қатынас жасаса, дәл сол қатынасты алады. Мұндай жағдайдың қайталана беруін қаламасаңыз, мүмкіндік болса, алдын ала отбасы жиналысында қай күні қанша минут телефон
немесе теледидар қарайтыны белгіленсе, баласына бұл ереженің маңыздылығы айтып түсіндірілген болса, бұл проблема емес, күнделікті қалыпты өмірге айналып кетер еді. Бұл жерде ең маңыздысы балаларымыздың белгіленген ережелерді сақтауы үшін олардың нақты және тұрақты болуы. Мысалы, күнделікті компьютер қарау уақыты 30 минут делік, ал үйге қонақ келген күні баламыз аяққа оралмасын деп 2 сағатқа рұқсат берсек, ал ертеңінде қайта 30 минут деп алып, ал басқа күні баланың көңілін қимай 1 сағат рұқсат берсек, баламыз бұл ережеге бағынғысы келмей қиналады. Тіпті бағынбау үшін қолынан келгенше қырсыға бастайды. Себебі сізде нақтылық жоқ. Көрмегендей бола салыңыз. Аналардың негізгі қателігі барлық нәрсені көретіні. Әрбір кішкентай ұсақ түйекті көреміз. Соның дұрысталуы үшін ашуланамыз, немесе ақыл айта бастаймыз. Асылында балаларымыздың өз ортасы болуға тиіс. Сол ортада қателесу арқылы өмірдің оң солын танып, үйрену мүмкіндігі болуға тиіс. Сондықтан да жанымызды жегідей жеп бара жатқан ұсақ түйек нәрселерді көрмегендей бола салу ең дұрыс әрекет. Егер баланың жасап жатқан әрекеті адамдарға, жан-жануарларға, заттарға зияны тимейтіндей болса, көрмегендей, байқамағандай кейіп танытқан жөн. Осы жағдайда баланы басқа бөлмеге шақырып, тақырыпты ауыстырып, күнделікті күн тәртібіндегі істерді талқылау арқылы баламыздың қателігін болмағандай қабылдай аламыз. Бұл ұстаным бізді қажетсіз ашудан сақтайды. Бала бойындағы қате әрекеттің одан әрі ушығып кетуінен қорғайды. Үшінші, дер кезінде түсіндіру қаншалықты маңызды. Баламызға сөзіміз өтсін десек, сол сөзді айтатын уақыт өте маңызды. Біз, аналар, көбіне ақыл кеңесімізді ашуланып тұрған кезде айтамыз. Бір жайсыз жағдай орын алып, әлі де соның келеңсіз көңіл күйі сейілмей тұрғанда, баламыздың бетіне қарап тұрып, осы нәрсе саған сабақ болсын, бұдан былай олай жасама, деп айтамыз. Алайда кейін байқайтынымыз, баламыз өткен жағдайдан ешбір түйін шығармаған болады. Олай болса, дисциплина үшін қолайлы сәт қашан? Ашу үстінде болған әрекеттерді түсіндірмеуіміз керек. Ең алдымен эмоцияларды түсінуге тырысуымыз қажет. Бір жағдай орын алған кезде бірінші жасауымыз керек нәрсе жағдайды реттеу. Алдымен баламыздың сабасына түсіп, тынышталғанына мән беруіміз керек. Мұны істеудің жолы эмоцияларды түсіну. Мысалы, екі балаңыз ұрсып немесе төбелесіп қалды делік. Ұрыстың соңында біреуінің бір жері ауырып қалса, кінәліні іздемейміз де, кім бастады деп сұрамаймыз да. Бір-біріне қатты ашуланып тұрған кезде де, сендер бауырсыңдар ғой, құшақтасып татуласыңдар, деп те айтпаймыз. Мұндай жағдайда ең алдымен балаларымызды екі бөлмеге жіберу керек, және балалардың өз-өздеріне келіп, тынышталуларына жағдай жасау керек. Осы уақыт аралығында ашу-ызаларын айтуы, ренжуі табиғи нәрсе. Балаға аузыңды жап, ол сенің бауырың, ол туралы дұрыстап сөйле, деп эмоциясын тұншықтыру дұрыс емес. Керісінше, ішіндегісін толық айтып тастауына рұқсат беруіміз керек. Сосын екеуі де тынышталғаннан кейін болған оқиғадағы кикілжіңді шешуге кірісеміз. Егер балаларының бойынан ұнамаған әрекеттері білінсе, ата-ана оны тек бауырлар арасындағы кикілжің шешілгеннен кейін ғана айтуға тиіс. Олай болмаған жағдайда айтылған әрбір ескерту бір құлақтан кіріп, екінші құлақтан шығып кетеді. Ұйықтар алдындағы және ұйқыдан оянғаннан кейінгі уақыттың қадірін білейік. Балаларымыздың ескертулері мен айтылған ақыл кеңестерді тыңдауға, қабылдауға бейім 2 уақыт аралығы бар. Ұйықтар алдындағы 5 минут пен оянғандағы алғашқы 5 минут. Осы уақыт аралығында балаларымызды жақсы көріп, құшақтауымыз балаларымыздың күні бойы жақсы көңіл күйде жүру үшін өте маңызды. Сондықтан ұйқыға жатар алдында жат болды төсекке деп ұрыс естіген балалар және ұйқыдан оянарда сен әлі ұйықтап жатырсың ба? деген сөзді естіп жүрген балалар аналарының сөздеріне құлақ аспай кереғар әрекеттер жасауға бейім бола бастайды. Жағымды сәттерді жағымды әңгімелерге арнайық. Баламызбен асыр салып көңілді ойын ойнадық делік. Көңіл күйіміз орнында. Езуіміз жиылмай күліп жатырмыз, бақыттымыз.
Міне дәл осындай сәттер балаларға айтылатын насихат үшін ең қолайлы уақыт болса керек. Бала өзін жайлы сезінген кезде бізбен толық рухани байланыста болады. Әрі бақытты кезде айтылған әр сөйлеміміз оның бойына бір дәрумен секілді тарайды. Алдымен физиологиялық қажеттіліктердің орнын толтырайық. Үлкендер секілді балалар да қарны аш, ұйқысы қанбаған кезде, дәреті қысып тұрған уақытта насихат, ақыл кеңес тыңдауға дайын болмайды. Сол себепті балаға айтылған сөз әсер етуі үшін алдымен физиологиялық қажеттіліктердің орнын толтыруымыз керек. Соңғы келісім. Кітаптың басынан соңына дейін өз өмірімде кездескен оқиғаларды, ана ретінде куә болған жағдайларды баяндап, қиын мәселелерді жазып, оның шешімін көрсетуге тырыстым. Жүректеріңізге айғайламайтын ана болу аялдаманың аты емес, ұзақ бір жол екенін жеткізуге тырыстым. Осы сапарға шығуға ниет етудің өзі ана мен бала арасындағы көптеген түйткілді мәселені шешетініне сенімдімін. Сіз балаңыз үшін бар ізгілік пен жақсылықты, бақ пен берекені қалайтын, әрі қалаумен ғана шектелмей, оның жүзеге асуы үшін жан тәнімен талпынып жатқан ең жақсы анасыз. Жүрегіңіздегі махаббат пен мейірімділік артып, өміріңізге керемет өзгерістер алып келсін деген ниетпен. Хатиже Күбра Тонгар.